Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шығатын осындай печенье пісіретін боламыз. Жасау жолы оп-оңай. Менімен бірге болыңыздар. Достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдай кетіңіздер. Алдымен бір жұмыртқамызға осындай қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай ақ түске енгенше араластырып, осының үстіне бөлме температурасында тұрған осындай сармайымызды саламыз. Осыны да жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін осының үстіне қаймағымызды саламыз. Осыны да жақсылап тұрып араластырып, осының үстіне кішкене тұз саламыз. Одан кейін ұнымызға разрыхителімізді араластырып, осы ұнымызды бірден салып жібермей, аз-аздан салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Осындай қоймалжың болуы қажет. Одан кейін үстелдің үстіне ұнды салып, осылай қолымызбен илейміз. Жұмсақ қамыр болу керек, үстінен баспаймыз қатты. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Осыны кішкене формаларға келтіріп, противнімізге салып, пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Енді осы дайын болған шариктеріміздің үстіне өз қалауларыңызша өрнек салуға болады. Мен осылай жасадым. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне менің печеньем дайын болды. Өте жұмсақ, балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Оңай жасалады және үйдегі бар ингредиенттерден жасалады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеомды соңына дейін көріп, төмендегі подписаться батырмасын басып, мені қолдай кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет.